Саламатсыздар ма? Мен сіздермен бүгін жатын орнымыздағы көрпе жастықтың тұстары туралы сөз еткім келіп отыр. Көрпе жастықтың тұстарын сатып алған кезде біз әрине оның қай матадан жасалғанын жаңағы сұрап біліп жатамыз. Енді ең дұрысы таңдаған кезде сатиннен жасалған комплект алсақ өте дұрыс болады. Жаңа көрпе жастықтың тұстары. Сатин себебі денемізге өте жұмсақ, жайлы, сосын жуылған кезде 300 рет жуылғанға жарайды. Жоғарақпанда мына жаңағы түстері оңбайды, жақсы түктеледі. Сондықтан сатиннің бағасы да өзінің сосы жаңағы сапасына тұрарлықтай баға болады. Енді кішкене қымбатырақ. Ал бияздан жасалынған сатинге қарағанда әрине көп бағасы төмендеу, сол бағасынан тұрады. Бияздан да алуға болады. Бірақ бір нәрсені есте сақтау керек. Бияздан жасалған көрпе жастықтың тұстары отырады. 70%-ге шейін отырады. Сондықтан жаңағы соны есептеу керек. Үтіктелген кезде жаңағы нашар үтіктеледі. Кішкене жіптері қалай десем, мына сатинді өте жұмсақ болса, оның кішкене денеге кішкене қатты емес, дегенмен денеге жіптері кішкене қатқылдау болады. Енді бірақ енді бағасына тұратын болады. Ал енді поплиннен жасалынған көрпе жастықтың тұстары әрине ол сатиннен қалады, бірақ бияздан сапасы жоғарырақ болады. Ол да кішкене отырады, бірақ жаңағы бияздан жасалған көрпе жастықтың тұсы сияқты отырмайды. Жаңағы биязға тезірек оңып кететін болса, поплиннен жасалған олай емес, енді оңады. Жаңағы бияздан жасалынған көрпе жастықтың тұсы 250 рет жуғанға жарайды, ал поплиннен жасалған 120 рет жуылғаннан кейін жаңағы жіптерінің бәрі ыдырап, жаңағы кішкене 120 ретке ғана шыдайтын болады жуылғанға. Сондықтан таңдаған кезде осы айырмашылықтарын бәрін ескеріп біліп алу керек. Бәрінен жақсы әрине сатин болып есептелінеді. Сонымен қатар жібектен де жасалынады жаңағы жастықтың тұстары, көрпе жастықтың тұстары. Енді жібектен мен ойлаймын, жібекті бір күн бір керемет жаңа келін түсіріп жатқанда, немесе қыз ұзатып жатқанда артынан жасағанға болады деп ойлаймын. Себебі ол сусылдап жібек өте әдемі, және әрине ең керемет жақсы тігілгендері қымбат тұрады. Бірақ енді күнделікті қолданғанға ол жарамайды. Жаңағы бір жерге сыйлыққа бара жатқанда жібек ойлаймын, енді әдемі сыйлық болады деп. Сондықтан осындай жағдайларды еске ала кету керек. Сонымен қатар біз жаңағы көрпе жастықтың тұсын таңдаған кезде, жастықтың тұсы төрт бұрышты болып келеді. Кейде соған қарап алмай кететініміз бар. Bir күні мен өзім басымда сондай жағдай болды. Жаңағы гүлі бәрі ұнап тұр, мен айтып жатырмын да, жоқ, маған ұнамайды. Себебі мен жастықтардың көбі сопақша, маған төрт бұрышты жастықтың тұсының қажет жоқ деп айтып жатсам, сатушы қыз айтып жатыр, жоқ, сіз олай оған қарамаңыз, сізге мына түрі түсі ұнаса, ала беріңіз, мен сізге қазір көрсетем, қалай жастықтың тұсын кигізуге болатынын деп маған сол кезде көрсетті. Содан бастап мен жаңағы жастықтың тұсына қарамай, төрт бұрышты или сопақшы деп қарамай ала беретін болдым. Қазір мен сіздерге көрсетейін, төрт бұрышты жастықтың тұсын қалай сопақша келген жастыққа кигізіп, соған тура келетіндей жасауға болады. Міне жастығымыздың тұсы. Жастықты кигіздік, бұрыштарын. Енді мына астындағы жастығымыздың қайырмасына жастықтың бұрыштарын келтіреміз да, төмен қарата түсіреміз. Міне қараңыздар, түсті. Енді мына жері артық қалды. Артық қалғанын енді қолымызбен алып, бұрышын тығамыз, міне, ішіне қарата. Міне, қараңыздар, ішіне тықтық. Енді қараңыздар, міне,
міне мына жағы да мынандай. Мына жері әдемілеп тығылмай қалды, қазір тығып жіберейін. Міне. Еш жерде қозғалмайды. Сондықтан осылай сопақша жасықтарыңызға төрт бұрышты жасықтың тісін осылай қаптауға болады. Енді тағы бір айта кететін менің өзімнің жұмысымды өзіме оңайлатып, жаңағы көрпе жастықтың тыстары жуылған кезде міне бәрін бір жерге қою керек. Мынаның астындағы міне көрпенің тісі, міне үстіндегі мынау жаңағы міне үстінде мынау жаңағы көрпенің үстіне төсейтін простынамыз, оның үстіне міне жастықтың тыстары. Енді міне алып ортасынан бүктейміз. Ортасынан бүктейміз. Енді міне үш рет бүктеймін. Кейбіреулер конверт жасап, ортасына тығып, неше түрлі бүктеудің тәсілдері бар. Бірақ мен өстіп барлық жастықтың тысы, ішінде простынасын бәрін пододеяльниктің ішіне салып, өстіп бүктеймін. Солда жаңағы төсек орнымызды ауыстырып жатқан кезде іздеп жатпаймыз. Мына комплектінің жаңағы жастықтың тысы қайда кетті, жаңағы простынамыз қайда кетті деп іздеп жатпаймыз. Бәрі орын-орнымен, жөн-жөнімен тұрады. Міне сіздермен өзім тәжірибемен бөлістім. Сіздер де жазыңыздар, өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер.